интернеттен қалай ақша табуға болатынын осы бейнероликті сіздерге көрсететін боламын. Проекттің аты Flame деп аталады. Бұл жақта біз инвестиция арқылы немесе салымсыз түрде күнделікті табыс таба аламыз. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте ең бірінші регистрация өтейік. Сілтемесі описание тұр. Бұл жақта өзіміз ең бірінші почтамызды жазамыз. Одан кейін get out деген басып, сіздер почталарыңызға код келеді. Сол кодты осы жаққа енгізесіздер. Одан кейін номер телефон жазасыздар, парольді қайталайсыздар, пин-код 6 саннан тұратын өзіңіз ойлап табасыз. Ол болашақта ақша шешкенге сол пин-кодты енгізіп отырып шешетін боласыздар. Сондықтан міндетті түрде естеріңізге сақтап алыңыздар. Регистрация өтіп болғаннан кейін сіздер өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге кіретін боласыздар. Мен бұл жақта уже регистрация өтіп қойдым, сондықтан бірден өзімнің жеке кабинетіме кіремін. Кіргеннен кейін бұл жақта сіздер VIP таңдау керексіздер. Яғни бұл салымды түрде айтып отырмын. Ал салымсыз түрде сіздер ақша табамын десеңіздер, бұл жақта онда VIP 1 стейкинг A1 деген тұр. Осын басасыздар. И мына жақта Play Now деген басасыздар. Бір аккаунтқа тек қана бір рет қана беріледі. Бұл жақта сіздерге күнделікті доход түсіп отырады. Мына earn деген бассаңыздар, яғни табыс стейкинг A1-ден сізге күнделікті 17 центтен түсіп отырады. И бұны сіз бір ай тегін аласыз. Яғни 0.3-нен басталды, 0.4-ті. Бұл жақта ешқандай кнопканы басып керек жоқ, өзі автоматически сіздің счетыңызға определенный уақытта келіп түсіп отырады. Мысалы, менде 16.02, бірақ та бұл жақта UTS 00, яғни 16.02 болса, тағы 5 сағат қосам, получается 21.02 түнгі сағат 9-да маған счетыма түседі. И 7 USD тоже сағат 7 USD 21.13-те түседі. Яғни бұл жақта VIP-дің түрлері бар. VIP 1, VIP 2, VIP 3. Бұл жақта VIP 2 қазір сізге көрсетіп кетемін. Так, Home-ден кірейік. Мына 50 USDT-ге сатып алсаңыз, стейкинг E2-ні 50 USDT-ге сатып алсаңыз, сіздер бұл жақта күнделікті табысыңыз 3 USDT болады. VIP, мысалы VIP 100 USDT-ге мен сатып алдым. VIP стейкинг B1-ді, VIP 2-ні, и маған күнделікті доход $7 түсіп отырады. И получается мен бір айда, яғни 30 күнде дейік, 30 күнде 7-ні көбейтеміз 30-ға, получается мен $210 аламын. Яғни $100 құям и $210 шығарам. Ал сіздер егер мысалы 50 USDT құйсаңыз, бұл жақта минимальный пополнение 50 USDT, негізі 10 USDT. Бірақ та нормаль доход табу үшін $50 құйсаңыздар, оны көбейтеміз 30 күнге. Ой, кешірім сұрайым, $3 көбейтеміз 30-ға, $90 шығады. Яғни сіздер плюс таза прибыль $40 пайда көресіздер. Мысалы ретінде осыны сатып алатын болсаңыздар, онда мына жаққа депозит бірінші құю керексіздер. Депозит дегенді басасыздар, и мына сумма 50 деп жазасыздар. Мен сіздерге қазір пробный ретінде $10 қалай құю керектігін көрсетіп кетемін. Самбит деген басам, Confree деген басам. И осы адресқа біз жар сағат ішінде бана 10 сумманы $10 жіберу керекпіз. Жақсы, менің қазір счетымда 13 USDT бар. Так, басамын. Вот деген басамын. Точнее, вывод, кешірім сұрайым, тағы да вывод деген басам, отправить через криптосет. Мына адрес, мына укажите дегенге осы бана скопировать еткен адресті қоямыз. Сеть бұл жақта 320 и бұл жаққа $10 жіберетін боламыз. Комиссия стоит, яғни $11 жіберем, $10 олардың счеттарына түсетін болады. Вывод средства деген басамын. Подтвердить. Қазір аутентификацияны өтетін болам, қазір 1 минут. Так, міне достар, платеж обрабатывается деді, яғни 11 USDT-ді сәтте шығардым. Енді на адресті күтетін боламыз. Қазір сәтте страницаны обновить етемін. Так, артқа өтейік. Уже енді счетты қарап отыру керек, бізге енді сол счетты түсу керек. Міне уже түсіп қойды. Бана 25 USDT болған счетымда и 35 USDT автоматически келіп түсті. Сосын плюс достар, ана жақта егер интерфейсті түсінбей жатсаңыз, ағылшын тілін, онда орыс тіліне ауыстырып алсаңыз болады. Конфрейден басасыздар, и все орыс тіліне ауысады. Так, мен 25 USDT ол сол бана стейкингтан табылған табыс, и сіздерге просто $10 қалай құю керектігін просто көрсеттім. И сіздер мысалы $50 құясыздар, сіздер счеттарыңызға түседі. Одан кейін мына жақта VIP 1 50U дегенді басасыздар, и оплатить сейчас деген басасыздар, және де $50
стейкингті активировать етесіздер. И зарабатывать деген батырманы басасыздар, и сіздерге мына осы жақта көрсетіп тұрады. Произведено 0 деп тұр, мына 0 деп тұр. И сіздер күнделікті өйстіп табысыңызды алып отырасыздар. Мысалы, маған $7 түсіп отырады күнделікті. Жақсы, сіздер мысалы ақша жинаңыздар, бұл жақта минимальный вывод 5 USDT снять дегенді басасыздар. И мына жаққа сіз өзіңіз адрес кошелегіңізді сохранить етесіз. Ең бірінші кірген кезде сіздерге бірден шығады, бірінші адрес кошелегіңізді сохранить етіп алыңыз деп. Сол кезде өзіңіздің адрес кошелегіңізді енгізесіз, и мына жақта енгізгеннен кейін қайтадан кіресіз, и ол жақта осындай окно шығады сіздерге. Мына жақта L деген басамын, и қараңыздар, бұл жақта комиссия стоит 13%, и менде таза прибыль почти 31 USDT. Мына жақта өзімнің кодымды сохранить етем, яғни бағана пин-код. И отправить деген басамын. Так, извините, у вас неправильный дейді. Қазір 1 минут. Еще раз отправить. Успешно деп шықты. Все, мен жібердім. Ендігі сәтте бізге күту ғана қалды. Қазір сіздерге тоже көрсетем, түсті ма, түспеді ма ол жағын. Плюс бұл жақта партнерский программа арқылы ақша табуға болады. Так, ол үшін тям деген кіресіздер. И нақты level 1, level 2, level 3 бар. Level 1-ден сіздерге 10% доход түседі, level 2-ден 3%, level 3-ден 2% сізге доходы түсіп отырады. Жақсы, енді қазір сәтте біз көрейік, Binance-ға келіп түсті ма, түспеді ма. Пока что әлі түспеді. Бұны примерно 5-6 минуттай күту керек. Қазірше пауза қойып тұрайын. Міне достар, небәрі бір-ақ минут қандай да өтті, и счетыма міне келіп түсті. Так, қазір оны көру үшін история кірейік. Міне қазір ғана 15 сағат, міне 15:16 сағат, міне 15:15-те келіп түсті. $30.73. Осылай достар, өздеріңіз кіріп күнделікті табыстарыңызды алып отыра аласыздар. Салымсыз түрде және де салымды түрде. Сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын.